Украина жерінің біраз бөлігін беріп, әскерін қысқартуы керек. Ресей мен Украина соғысын тоқтату бойынша ақш ұсынған жаңа жоспардың басты шарттары осы. Вашингтон жаңа жоспарды мақұлдағанын батыс басылымдар жазды. Ал ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубио екі жақта шегініске бару керек дейді. Келісім жобасының басты шарттары Киев біраз жерінен бас тартып, әскері мен кей қару түрлерін қысқартуға тиіс. Financial Times мәліметі бойынша ұсыныстар арасында Украина армиясын 2 есе қысқарту, Киевтің Донбасс аймағынан бас тартуы, ақштың әскери көмегін қысқарту, орыс тілін мемлекеттік тіл ретінде тану және Украинадағы Ресей православ шіркеуінің ресми мәртебесін мойындау сияқты шарттар бар. Axios мәліметі бойынша жоспарға сәйкес Луганск және Донецк облыстарының Украина бақылауындағы бөлігі Ресейге беріледі. Дегенмен Ресей бұл аймақтарға өз әскерін орналастыра алмайды деп көрсетілген. Жоспарға сәйкес ақш Украинаға қауіпсіздік кепілдіктерін беруге уәде етеді, бірақ нақты қандай кепілдіктер берілетіні әлі белгісіз. Дереккөздер сөзінше Украина жағы жоспардың көптеген тармақтарына наразылық білдіріп отыр. Ресми Киев жаңа жоспар туралы әзірге пікір білдірген жоқ. Axios агенттігінің жазуынша Вашингтон мен Мәскеу өкілдері бейресми жағдайда сөйлескен. 28 тармақтан тұратын жоспар Ақ үйде Ресей өкілі Кирилл Дмитриевпен бірге әзірленгені айтылады. Дереккөздің сөзінше жоспарды дайындауға Трамптың арнайы өкілі Стив Уитков, ақш вице-президенті Джей Ди Венс, мемлекеттік хатшы Марко Рубио, сондай-ақ президенттің күйеу баласы әрі кеңесшісі Джаред Кушнер қатысқан. Оны әзірлеуге Киев араласпаған. Кремль кез келген бейбіт жоспар кикілжіңнің түп себептерін шешу керек дейді, және мұндай бейбіт келісім шарттарын талқылауға ашық екенін айтты. Любое время лучше для мирного урегулирования. Кез келген уақытта бейбіт саяси дипломатиялық жолмен реттеуге болады. Ресей мұндай жолмен реттеуге әрдайым ашық, бірақ ондай реттеу кикілжіңнің бастапқы себептерін жоюға алып келуі керек. Ликвидированы первопричины этого конфликта. Ресей Украина әскерін әлсіретіп, оны НАТО құрамына қоспауға кепілдік беруді талап етеді, және елді денацификациялау керек деп санайды. Кремль Украинаға шабуылдың басталуына осы мәселелер түрткі болды дейді. Түркияда жүрген Украина президенті Владимир Зеленский сол елдің басшысы Режеп Тайып Ердоғанмен келіссөздерден кейін әлеуметтік желідегі парағына Украина ақштың соғысты аяқтауға бағытталған қадамын қолдайды деп жазды. Бірақ ақш ұсынып жатқан жаңа бейбітшілік жоспарына қатысты әлі пікір білдірген жоқ. Кездесу ұйымдастырып, кеңескен үшін президент Ердоғанға ризашылығымды білдірем. Түркияның дипломатиялық белсенділігін жоғары бағалаймыз. Кездесуде соғысты аяқтаудың нақты жолдарын талқыладық. Жыл басынан бері украиналықтар президент Трамптың жетекшілігін, әділ ұсыныстардың барлығын қолдайды. Бұл соғысты шын мәнінде тоқтата алатын тек Трамп пен ақш. Президент Ердоған бүгін ұсынған келіссөз форматтарын да қолдаймыз. Түркия алаң ұсынуға дайын. Біз нәтижеге жететін кез келген форматта жұмыс істеуге әзірміз. Брюссельде Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиналысы алдында Еуроодақтың сыртқы саясат жөніндегі өкілі Кая Каллас журналистерге Украина мен Еуропаның қолдауы болмаса, бейбітшілік жоспары іске аспайды деді. Біз, еуропалықтар, әрдайым ұзақ мерзімді және әділ бейбітшілікті қолдадық және оны жүзеге асыруға бағытталған кез келген күш-жігерді құптаймыз. Әрине, кез келген жоспар сәтті болу үшін украиндер мен еуропалықтардың қолдауы қажет. Украина сарапшылары ақш бұл жоспарды қабылдату үшін Киевке қысым жасайма деп алаңдайды. Ал Киевтің кей тұрғыны ақштың бейбітшілік жоспарын Украина президенті Зеленский қабылдауы екіталай деп санайды. Reuters агенттігі Киев көшелерінде тұрғындардың осы мәселеге қатысты пікірін сұраған. Мен бұл шарттарды қабылдауға болмайды деп санаймын, және тіпті егер мемлекет басшылары деңгейінде шартты түрде келісім жасалған болса да, оған халық, әскери қызметкерлер бейбітшілік орнату үшін денсаулығын құрбан еткен адамдар келіспейді деп ойлаймын. Украина президенті Владимир Зеленскийдің мұндай шарттар бойынша бейбіт келісімге қол қоятынына сенбеймін. Біріншіден, ол халықтың бәрінен қорықса, мұны жасамайды, өйткені бұл Украинада қатты сынға қалады. Екіншіден, ол патриот, сондықтан ондайға бармайды деп ойлаймын.
Я не знаю, чи Зеленський піде на такі умови. Я сподіваюся, Зеленский мұндай шарттарды қабылдай ма, жоқ па білмеймін, бірақ қабылдамайды деп үміттенемін. Әрине, бұл шарттар Украина үшін қолайсыз. Менің ойымша, Украина кем дегенде 1991 жылғы шекарасына оралу керек. Әрине, біз агрессорды тоқтатуға және оларға қысым жасауға тиіспіз. Өйткені қазір біз оларға қандай да бір жеңілдік берсек, олар мұны қайталайды. то вони по-любому повернуться. Ой, еще раз. Ресей дрондары сәрсенбі күні кешке Днепропетровск облысындағы Днепр және Павлоград қалаларын нысанға алды. Жергілікті билік пен телеграм арналар өрт шыққанын хабарлады. Әзірге нақты қандай ғимарат өртенгені, зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Бұған дейін жергілікті уақыт бойынша сағат 22:00-де Днепропетровск облысының билігі хабарлағандай, дрон шабуылынан кейін Днепрде азық-түлік қоймасы өртенген. Украинаның батысындағы Тернополь қаласында төтенше жағдай қызметкерлері ресейлік дрон мен зымыран шабуылынан кейінгі құтқару жұмысын жалғастырып жатыр. Бейсенбі таңертең құтқарушылар марқұмдарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Тернопольдегі шабуыл кесірінен қаза тапқандар саны өсті. Бүгінгі дерек бойынша 26 адам қаза тапты. Із-түзсіз кеткендер де көп. Арасында балалар да бар. Құтқару операциясы жалғасып жатыр. Осыған байланысты Тернопольда 3 күндік аза тұту жарияланды. Жау солнечный тұрғын массивінің аумағында орналасқан өнеркәсіп нысаны мен 2 тұрғын үйге соққы жасады. Шабуыл салдарынан ғимараттар қирады. Қала тұрғындары арасында қаза тапқандар бар. Қайғылы оқиғаға байланысты Тернополь қаласы аумағында барлық ойын-сауық шаралары тоқтатылды. Мемлекеттік мекемелерде ту түсірілді. Украинаның төтенше жағдайлар қызметі бейсенбі күні іздестіру құтқару жұмысы әлі жалғасып жатыр деп хабарлады. Кейінгі дерек бойынша 93 адам жараланған, оның 18-і бала. Украина ішкі істер министрі Игорь Клименконың дерегінше, ракета соққысы салдарынан қираған үйлер астында шамамен 25 адам қалған. Олармен байланыс жоқ. Бұл туралы ол ұлттық телемарафон эфирінде айтты. Клименконың айтуынша 19 қараша түнгі Тернопольге жасалған Ресейдің жаппай зымыран соққысы кезінде 9 қабатты 2 тұрғын үйге зақым келген. Бір ғимараттың жоғарғы қабаты қираған, ал екіншісінде 2 подъезд толық өртенген. 19 адам өртте тірідей жанып кеткен. Ел президенті Владимир Зеленский әлеуметтік желідегі парағында Тернопольде қирандылар астынан аман қалғандарды іздеуге елдің 9 аймағынан құтқарушы тартылғанын, барлығы 230-дай адам жұмыс істеп жатқанын жазды. Оның айтуынша қираған үйдің бөлшектері қатты ұсақталып кеткендіктен жұмыс қиындап кеткен. Украинаның дерегі бойынша өткен тәулікте Ресей Украинаға 136 дрон атқан, Киев соның 106-сын қағып түсіргенін айтады. 16 жерге дрон шабуылы болған, 3 жерде атып түсірілген дрон қалдықтары құлаған. Мәскеу негізінен Украинаның энергетика және көлік инфрақұрылымын нысанға алған, соның салдарынан түнде кемі 7 өңірде аязда электр қуатына зақым келген. Тұрғындарға электр энергиясын пайдалануға қатысты шектеу енгізілді. Украина энергетика министрлігінің мәліметінше, Ресейдің зымыран және дрон шабуылы Харьков, Чернигов, Днепропетровск, Львов, Ивано-Франковск, Черкасы, Донец облысындағы энергетика инфрақұрылымы нысандарына тиген. Ал Ресейдің Рязань облысында мұнай өңдеу зауытына тағы шабуыл жасалды. Жергілікті телеграм арналар зауытта болған жарылыстар мен өрттің фото, видео материалдарын жариялап жатыр. Куәгерлер әр жерде кемі 10 жарылыс дауысын естігенін айтқан. Жақында ақш санкция салған Роснефть компаниясына тиесілі Рязань мұнай өңдеу зауыты Ресейдегі ірі зауыттардың бірі. Оның жылдық өңдеу қуаты 17-18 миллион тоннадан асады. Украинаға қарсы соғыс басталғалы бұл зауыт оқтын шабуылға ұшырайды. Биылғы қыркүйектен бері зауыт кемі 3 рет әуеден атқыланған. Облыс губернаторы бір мекеме аумағында өрт шыққанын айтты. Курск облысында Украинаның дрон шабуылынан соң 16 мыңдай тұрғын жарықсыз қалды. Облыс губернаторы Александр Хинштейннің айтуынша, дрондар қосалқы электр станцияларын нысанға алған. Облыс басшысы өрт болып жатқан жердің фотоларын жариялады.